Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыла. Бүгін Қытай індеті қазақты жатырынан құртып жатыр атты тақырыпта сөз сөйлемекшімін. Қазаққа қарсы оқ атылып жатқан жоқ, бірақ соғыс жүріп жатыр. Бұл үнсіз соғыс, бұл ауру арқылы, арсыздық арқылы, азғындық арқылы жүріп жатқан соғыс. Бізге қарсы вируспен, нәпсімен, жыныстық жолмен шабуыл жасалынып жатыр. Ал ең қорқынышты бұл індеттің артында ұлтты жою деген сұрқия жоспар жатыр. Мен бүгін сіздерге осы туралы ашық айтып бермекшімін. Қытай індеті Шинжаңнан бастап ұлтқа тараған қауіп. Көбісі сол жақтан келеді ғой енді. Мына Қытайда қазір 1.300.000 адам ресми түрде спид ауруымен ауырады екен. Ал одан басқа мерезбен одан 3-4 есе көп адам ауырады екен. Яғни 4-5 миллион. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Бұл ресми санақ бойынша, ал енді тіркелмегенін айтып көріңіздер, ойлап көріңіздер. Оны кім санап жатыр дейсіз? Аурудың ең көп тараған өлкелері Юньнан, Сычуан, Гуанши, іргеміздегі Шинжаң, Шығыс Түркістан екен. Ойлаңыздар, шекарада тұр. Мына өзіміздің қазақтар жасайтын өлке. Ал дәл осы өңірлерде Қазақстанға жұмысшылар, инвесторлар, жүк тасушылар келіп жатыр. Олармен бірге не өтеді дейсіздер? Ауру, азғындық, арсыздық. Өйткені бұны айтып отқан себебім, Қытайлар еркегі де ұрғашысы да нәпсісіне ие болмайды. Өтті нәпсі құмар халық. Шекарадан емін-еркін сол нәпсі құмар лағнет қауымды өткізіп қойған кім? Тағы да мына шірген жүйе Нұраманат. Енді бұның нақты деректерін келтіріп, бізге келетін қаупін айтайын бұдан. Мен білетін деректер бойынша, мына бауырлар бар, сол Қытайларға аудармашы болып жұмыс жасайды, солар айтып отыр. Түркістанда бір ғана зауыттың өзінде 6.000-дан астам Қытай жұмыс жасайды екен. Ал Шымкентте 2.000 деді. 2.000-нан аса тағысын тағы әр облыста өлдім 20-30.000-нан астам Қытай жұмыс жасайды. Бұл статистика бойынша бөліп өзімше санағаным ғой. Бұл жұмысшылардың барлығын таза деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әрине. 100% емес, 1000-ның бірі болса да жеткілікті да бұлардан. Себебі бір ғана адам, сол бір адамның өзі бәрін лаңдап кетуі мүмкін. Бұлар сол жұмысқа кірген жерінде ауылдарға барады. Сол ауылдың ішінде, сол жерде намыссыз жергілікті болсын, Қытайдан келген болсын, өзіміздің қазақтар соларға ортада жеңгетай болып қаракөз қандастарымызды астына басып береді. Не жетіскеннен сөйтіп отыр дейсіз? Жеткіліксіздіктен, ақша жоқ, кедейліктен 20-30 мың теңгесін береді. Ал қарындастарымыз етегін ашып береді осы бір былайшасын айтқанда. Орталықтан жаңағы иттер алады ақша. Сол ана жеңгетай болған. Қынжылатын нәрсе ғой. Бұл ұлтты жоюдың соғыссыз тәсілі. Бұл тып-тыныш геноцид. Тарихта айтылған бір ащы шындық бар да, бір ұлтты құрту үшін дейді, сол ұлттың қызынан баста дейді. Себебі қыз жатыр, ал жатыр ұлттың жалғасы. Егер сол ұлттың қызын арсыз етсең, ауру жұқтырсаң, азғын идеологияға итерсең, ол ұлт өзінен өзі жойылады да, баласы ауру, ертеңгі бұлыңғыр тамыры шірік, ұлт ешқашан өміршең болмайды да. Міне. Біз қазір дәл осы бағытта кетіп барамыз. Бізге ешкім оқ атып жатқан жоқ. Бірақ қытайлық жұмысшылар жүздеп, мыңдап кіргізіп, солармен байланыстырған мына шірген жүйенің кесірінен қыздарымызға індет тарап жатыр, ағайын. Осы лағнет жүйеге көніп отыра береміз бе? Қашанға дейін көмекшіміз сонда? Ертең жойылып кетіп, сөйтіп менің ата-бабамда, менің қанымда қазақ деген ұлттың қаны бар. Кезінде сондай болған екенбіз ғой. Ютубта видеолар бар екен, соларға арнап Борат деген фильм түсіріпті деп. Қанында қазақтың қаны бар, сондай бір ұрпақтар шығып жүрмесін, Құдай өзі сақтасын. Тағы да бұлар ауруды жұқтырып кетпейді да, сол бүтін лаңдап кетеді. Ана бақ айтады екен ғой, осы көтім аман болса, о көлікті шіртемін деп. Сол сияқты, сол жаңағы мерез деген бұлардың ұлттық ауруы, ең спид болмаса сол мерезбен лаңдап кетеді, бочтен шығар. Неше түрлі ауруларын жұқтырып. Бұл ұлтқа жасалып отқан геноцидтің жаңа үлгісі деп білемін. Бұл қазақты жатырынан құрту. Қазақстанда спид, мерез, сонан кейін тағысын немене дейді. Гонория ма, сондай бір аурудың түрі бар екен ғой. Сол сияқты жыныстық жолмен таралатын аурулар жыл сайын көбейіп, бағана іздестіріп қараған кезде 2024 жылдың өзінде 20.000-нан астам адам спид жұқтырған дейді. Сол қытайлар көп шоғырланған жерде. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Атырау. Міне. Індеттің ең көп тараған жері, центр.
Жығу жолының 80%-ы сол баяғы жыныстық қатынастан жұққан. Айтыңыздаршы, бұл кездейсоқтық па? Жоқ, бұл бақылаусыз кірген шетелдік жұмысшының бейғамдыққа салынған қазақ қоғамының және ең бастысы қол қусырып отырған мына жүйе, мына биліктің нәтижесі. Кезінде шекара жабық кезде 2014 жылы мен жаңа Қытайға оқуға баратын болдым. Сол кезде тура бақайыңнан басыңа дейін бірақ тексеретін ғой. Бәріне спидке дейін қан тапсырып сөйтіп шығатынбыз. Көрдіңіз бе? Қазір қарау жоқ. Немене дейді, ұлы халықтың тілімен айтқанда проходной дверь болып кетті ғой, біз кіреді шығады, Құдай берді деп. Айтатындар, ойбай, бізге инвесторлар келіп жатыр, ақша салып жатыр, жұмыс орындары ашылып жатыр дейді. Ал шын мәнінде жерімізге ғана емес, тәнімізді де тоздырып жатыр, улап жатыр бұлар. Қазақ қыз арқылы ұлтқа шабуыл жасалынып жатыр. Алдында да көрдіңіздер ғой. Ойбай, мұнда келіңдер, қыз көп екен, еркек аз екен, қазақтан қатын алыңдар, ұрпағымызды осы жерге жайайық, осы жақта да Хуан Хачо жасайық, бүтін Қытай қылдырайық осы жағында деген сияқты сондай бір идеологияны тастап жатыр. Осы Алматының Көктөбесінде түсірілген видеода соны көрдіңіздер ме өзі? Көп тарады ғой. Кейін өтіріктен кешірім сұрап қойды соған. Сосын қазақтар айтады сол, ой болды, кешірім сұрапты, болды дейді. Қандай бір анандай ғой әлгі. Андай бір көмбес қатындар болады ғой, байынан бүгін таяқ жейді, ертең ұмытып қалады, ой, болды, жаным, өзімнен де бар деген сияқты. Сондай ғой, халық бар ғой. Дәл сондай қатын сияқты мінез, сондай қатындық мінез қалыптасып қалған халыққа, қазаққа. Бұлардың тосқауыл болмағаны, бұл нәрсеге биліктің тосқауыл болмағаны, бұл ашық түрде кәдімгі анық саяси сатқындық бұл. Мемлекеттің жүйенің өз халқын құрбандыққа шалуы. Уай, иісі қазақ баласы. Шыны керек, мен бір қорқытайын деген ойым да жоқ. Мен шындықты айтып отырмын. Шындық осы. Ең жаманы шындықты айтпай қалуда. Ол сенің сатқындығың. Мен сондай сатқын болмайын дедім. Бәріміздің ұрпағымыз қауіптің алдында тұр. Біздің болашағымыз қазір шешпесек ертең шеше алмаймыз. Оянайық. Қытайдан індет келіп жатыр. Естисіздер ме? Індет келіп жатыр. Мына видеоны ұмытып кетеді. Бір-екі күннен кейін өстіп айтыпты. Алдында біреу немене дейді. Сен өзіңді танымал ету үшін өсіп жүрсің. Танымал ету үшін тікелей эфирді осырып отырмайын ба? 5000 теңгеден тауып отыр ғой. TikToktан қарап алдында стримде. Бір осырғаны 5000 теңгеден. Оңай ғой қазір ана. Қазір далбайт болуға да конкурент көбейіп кетті ғой деген сияқты. Сондай бір атың шықпаса жер өртенің амалын жасап сөйтіп ақша тапсаң да болады мысалы. Бірақ мен ондай емеспін да. Ондай тексіздерден емеспін. Не дедім жаңа? Қытайдан індет тарап сөйтіп жатыр. Бірақ індет тек вирус емес, індет нәпсі, арсыздық, ақша, үнсіздік, сол үнсіздігіміз біздің. Сол үнсіздіктің арқасында тарап жатыр да сол кесір. Біз егер бүгін үндемесек, ертең қазақтың қызы ана бола алмай қалады, құрсағынан айырылады. Ертең қазақ жігіті соны елемеген намыссыздықтың үстіне намыссыздық болады. Біз бір ұлт емес, тек жынысы бар, рухы жоқ тобырға айналамыз. Сондықтан ояныңыздар, қарсы шығыңыздар, талап етіңіздер. Қыздарымызды қорғаңыздар. Көшеден бір Қытай көрсеңіздер де беттеріне түкіріп өтіңіздер. Мына Қытай экспансиясына бірге тосқауыл болайық. Егер бір халық өзін өзі қорғамаса, оны ешкім де қорғап қалмайды. Көктен иса түспейді, жерден мәді шықпайды. Өз-өзіміздің қамымызды өзіміз жемесек, бізге ешкімге айдаладан көмектеспейді ағайын. Ояныңыздар, бұл жай індет емес, жай ауру емес, ана не сияқты өтіп кетеді, не еді Құдай. Коронавирус сияқты. Бұл ашық кәдімгідей біздің ұлтымызды құрту операциясы. Бұл анау шайтани жүйе, коммунизм деген. Олар неше түрін ойлап қояды да, айтпақшы, кезінде Қорғас шекарасында бір-екі Қытай жолықтырып қалдым. Бұлар орысша үйреніп алыпты. Мен айттым, орысша неменеге үйренесіңдер? Қазақша үйренсеңдерші. Жоқ болады бұл орыс тілі. 10-20 жылдан кейін. Деп сөйтіп айтқан. Сол кезде солардың айтқан жауабы Қытай шекара жағында тұр ғой. Қайдағы 10-20 жылдан кейін біз сендер барлықтарыңды Қытай қылдырамыз дейді ғой. Ашық көзіме батпайды. Содан терең ойға түсіп кеттім ана жерде. Не деп кетті бұл? Бұлар қалайша мынандай ашығынан ашық сөйлеп тұр. Бұлар жасыру керек қой, ондай болатын болса. Бұл жай айтып тұрған шығар деп. Соның арасында екеуі жоқ болып кетті лезде. Көрдіңіздер ме? Бұлар деген алдын ала жоспарлайды да. Міне сол жоспарының нәтижесін көріп жатыр қазір.
Бұны біз тоқтатпасақ, басқа ешкім тоқтамайды, қайталап айтамын. Бүгін тоқтатпасақ, болашақта қазақ баласы болмайды. Ұрпағымыз жойылады, оянайық. Көшеге шығып ашыққа шыға алмасаңыздар да осы видеоны таратыңыздар. Жан-жаққа таратыңыздар. Алдында бірнеше Қытайға қарсы видеомды, оның билікті сынаған видеоларды TikTok бұғаттап тастапты. Оған сынатын мен жоқ, мынаны тағы салайын деп жатырмын бүгін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Айтып бүйтіп келіп жұмыс шаруаларды бітіріп қойып кетіп сөйлеген ғой. Шашаңқырап қалыппын. Даусым да әрең-әрең естіліп тұр. Сау болыңыздар. Видеоны таратыңыздар. Айтпақшы. Секеннің паромный сөзін айтайын. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да, ерінбей жалықпай лайк басыңыздар, видеоны таратыңыздар, парақшама жазыңыздар. Сау болыңыздар.